Бұл 1966 жылы мен онда Жаркентте жүргем. Соның менің әлгі тәрбиелеп жүрген балаларымды алып кетсем бұл. Онда массовка дейді ғой жаңа. Соның кішкене менің балаларым тентектік жасап, өздері спортсмен бәрі шетінен. Соның бұның ұстаздарын алып келіңдер деп мені алып барды. Сол күні әйтеуір кешке таман Құрманбек ағаның, Жандарбековтың несі болды, тойы болды, туған күні. Соның жаңағы қой сойылып, Құдай сақтасын, бір организовать етіп жүр, соның бәрін жаңағы ұйымдастырып, қаршығадай бір қара торы шашын алып тастаған, осы қолдаяққа тұрмайды әлгі. Енді үлкен жігердің адам екенін көріп отырмын, былай байқап. Соның кешке той басталды, той басталғанда мені де сол мұғалім ретінде шақырды тойға. Сара Жорабаева, енді мен кинодағы анам деймін, өзін Клара жеңгеміз бәрінде сол. Соның той басталғаннан кейін елдің бәрі өлең айтып жатыр. Осы Әскербек Еңкебаев бәрі. Ал енді жұрттың көбісі білмейді ғой, мен Ғарифолла Құрманғалиевтің бірінші шәкіртімін. Баяғыда сол 57 жылдары сол үйренген өлең айтып. Соның жаңағы қолыма домбыра қашан тиеді деп мен отырмын жұлқынып. Ай, мына ауылдың алпауызын естейік деп маған домбыра берді. Сонымен қоя бердім, елдің бәрі жаңағы маған мән беріп, мойындарын бұрып дегенде, Құрекең де, Қанекең де, ай, мынау қаяқтағы бала, мынау біздің өзді жаңағы Ғарекең сияқты ғой деп баяғы сондай сөздер шығып қалды. Ал тағы да деп. Содан кейін, ай, Абдулла, мынау өзі қандай бұл өзі деп баяғы. Жаңағы Абдулла деп жүргені, бәрі соған қайта-қайта Абдулла дей береді, бірақ Абдулла жас балаға ұстап шалдардың кезесін алып беріп, жаңағы жастықтарын жөндеп сөйтіп отыр. Кейін Абдулла, бұл неменеге оған сұрайды деп қойдым. Сөйтсем Абдулла сол режиссер, постановщик екен, жаңағы қоюшы режиссер. Ол мына үлкендерді, қарттарды сыйлағанда енді қазақтың нағыз жаңағы інілік қасиеті сол Әбекеңнің бойында болады. Ертеңіне шақырып алып, шашыңды ал деп. Шашымды алып тастап, атқа жүру білесің бе? Білем. Енді айтпай тұрмын қалай білетінімді. Соны жайдақ атқа ертоқымсыз отырды. Жарайды. Мен айттым, жүгенді алып тастам байды деді. Жоқ, жүген қала берсін деп сөйтеді. Енді қазақта қақпалап айдай қуа береді ғой, атты жолға шаба береді. Сол бір сценаны репетиция жасап, сол түсірді. Түсіргеннен кейін ақ Адресаға Евгений Попов деген сол үшеуміздің жаңағы бейне көрініс болатын. Соны байқаймын, Адресаға риза болып тұр, осы көз жайнап. Көзім қалай Абдуллаға түсіп кеткенін білмеймін. Әбекең менімен бірге қоса жерде тұрып ойнап тұр екен. Аузы басы қимылдап, қас қабағы түгел. Мына сурет 1976 жылы 6 жасар алпамыс фильмін түсіру кезінде Сиротиннің түсірген сурет еді. Сонда Талғардың жанында бүкіл натура дейміз ғой, сыртқы неде түсіретін фильмнің барлығы сол бірақ ауданда, бірақ жерде болды. Мынау сурет сол Абдулланың рабочий момент деп аталатын съемканың басындағы ішіндегі сурет еді. Оның режиссуралығы туралы Абдулланың. Қазақтың қарашалы Абай атамыз айтады ғой, осы қазақта өлгеннің жаман болмайтын емес, тірісінің жамандаудан аман болмайтын емес деп. Сол айтпақшы, Әбекең кеткелді, бұл өмірден кеткелді, 30 жылға тарта уақыт болды. Мен ойлаушым, Әбекең кеткесін 2 жылдан кейін ақ ойпырмай сұмдық керемет Абдулла деген режиссер болып еді деп, бәріміз шулайтын шығармыз деп. Жоқ, арада 30 жыл өтті, анда-санда болмаса, әлі күнге дейін Абдулланың аты көп аталмайды. Ол мүмкін Абдулланың ішкі энергиясының, режиссерлік қабілетінің қалғанымызға қарағанда қатарынан көші ілгерілігінен шығар. Тауды алыстан ғана қарап, оның ұлылығын көретін қылды, соған көп уақыт керек шығар депті деген ой келеді. Қилы кезең, Сағатбайдың жаңағы Балалшаққа саяхат екеуі де мықты фильм болатын. Оны енді кейін кезде мынау Никита Михалков, Андрон Кончаловский солармен жолдас болып кеттік қой енді. Сонда сұраймыз, қайда әлгі сендердің андай режиссерларың бар ма?
соның анау әлгі жүніс деген байдың судың жағасына келіп дәрет алып алатын отыратын жер бар еді ғой, қилы кезеңде. Есіңде ме, анау кім ыдырысты тоқтарды әкеп алып өзеннен өткізіп тастай салады да, ана барып дәрет алады, намазын оқиды. Сонда ғана жаңағы кімнің, Ахмет акамның жаңағы ойнаған сценасы, соны Абдулла өзі ойнады сонда алдында. Өзі ойнап, жаңағы көрсетіп, қалай жаңағы бет жуу, қалай дәрет алу, қалай мына құлақтан қайтару, соның бәрін Әбекең өзі бір жақтан үйреніп келген болу керек. Молдалардан ба айтып, соны жаңағы Ахмет акам айтады, былай жазсақшы, ай жаман ұйғырдың шалы деп баяғы керемет еркелейтін. Ал енді режиссерлық жағын айтқан кезде Әбекең кино режиссураны, сценарийны жатқа біледі де, жаңа не істейтінін біледі. Ол кісі мына кино түсірмей бұрын киноны көзіне елестетіп алады. Қандай кино болады? Одан кейін барып сол жаңағы киносын түсіре бастайды. Шетелде ең үлкен жаңағы Канн фестиваліндағы ең бірінші жүлде алған сол Абдулла ағамыз біздің. Жүлде деген не екенін қазақ киносына көрсеткен. Сол Абдулла ағадан басталды ғой. Қай фильм үшін? Сол менің атым Қожа деген үшін, фильм үшін. Абдулланың балалық шаққа саяхат фильмін қайта жасайтын болды. Новый вариант дейміз ғой. Сонымен Мәскеуден аудармашысы келіп жұмыс істеп жатты. Ал біз өтелмеген парыз фильмімен дыбыстану үшін Мәскеуге жүретін болып жатты. Экраннан жүріп жатқан фильмнің финалы Қожабектің баласы қайтыс болғаннан кейін ең соңғы жаңағы бейіттің басына қарап памятник қойылған, ескерткіш қойылған, солған келіп жаңағы Қожабек, мен саған үлкен болуды, лауазымды болуды үйреткен екенмін ғой, мен бірақ ешкімге қиянат жасауды үйретпеген екенмін ғой деп жылайтын жері бар. Соны көрді дағы Абдулла быж-тыж болды. Өйткені Қожабек оның рөлінде Әнуар Молдабеков болатын, жаңағы баласының ескерткіштегі бетін қолмен былай сипап тұрып айтатын. Абдулла айтады, жоқ, сен сары албасты, мұны сен қайта түсір. Ол жаңағы ескерткіштің ернеуінен істеп тұрып, оны кейін жаңағыдай жерге барып өзінен өзі сырғып жерге құлау керек деп, есікті ұстады да, есіктің тұтқасын қабырғасын ұстады да, сол қалпымен жерге барып құлап түсті. Дегенмен тегіне тартпай қоймайды ғой. Мына Тоқтар деген ұлы сол кезде туды. Сол қилы кезең фильмінде туды. Клара жеңгеміз сонда аяғы ауыр болатын. Сол енді мынау әкесіне тартты. Үш жапырақ деген бір кино түсірді. Енді керемет фильм. Сол енді көп көрсетпей жүріздер. Анау үш жапыраққа терезеден қарайды жатады бір қыз бала. Сол үш жапырақ жерге өзіне солай өзі шарт қояды. Мына үш жапырақ жерге түскен, үзіліп, сол кезде мен өлем дейді. Бірақ ана екі жапырақ түседі да, үшінші жапырақ үзілмей қояды тіпті. Өледі деп жүрген адамдар өліп қалады, қыз тірі қалады. Керемет сондай бір дүние, сол Тоқтар түсірді. Тоқтар деген ұлы бар, қазір Құдайға шүкір. Соны ел көрмей жүр соны. Ел көрсе, бұлған енді әкесін тартқан мынау. Жақсы режиссер болайын деп тұр. Құдай қаласа.